оқушылар, 7-ші сыныпқа арналған география. Бүгінгі тақырыбымыз жердің құрылымы. Оқу мақсаты: литосфераның құрылысы мен заттық құрамын анықтау. Оқушылар, жер қыртысы қалыптасқанға дейінгі жер бетінің көрінісі тура осылай болды. Яғни жер беті ең алғашқы рет пайда болған кезінде өте шоқ тәріздес ыстық болды. Келе жердің көлденең қимасы арқылы ғалымдар жердің ішкі құрылысын анықтай бастады. Яғни литосфера қабығы, демек жердің тас қатты қабығы деген қабықты анықтады. Яғни жердің ішкі құрылысы үшке бөлінді: жер қыртысы, мантия және ядро. Яғни жер қыртысы өте жұқа қабықты құрады. Себебі жер қыртысы мұхиттар астында 5-10 километрді, ал материктерде 30-40 километрге дейінгі аралықты қамтыды. Жер қыртысынан кейін мантия өте қалың қабат болды. Оны жамылғы деп те атады. Себебі мантияның қалыңдығы 2900 километрді құрады. Яғни мантия ядроны қоршап тұратын қабық болып есептелінді. Жер қыртысының құрылысына келетін болсақ, жер қыртысын негізінен 3 қабаттан тұрды: гранитті қабат, шөгінді қабат және базальтті қабат. Ал жер қыртысының өзін типтерге бөле бастады, яғни материктік жер қыртысы типіне, сонымен қатар мұхиттық жер қыртысы типіне бөлді. Себебі бұл жерде материктік жер қыртысы мен мұхит табанындағы жер қыртысының құрылымын мына суреттер арқылы көруге болады. Яғни мұхит деңгейінен өте төмен тереңдікті көрсетеді, ал материктік онда жазықтықтар мен таулы аймақтарды көре аламыз. Оқушылар, бұл тақырып бойынша сіздерге бірнеше тапсырмалар беріледі. Яғни жер қыртысы сызбасын толтырыңыз. Жер қыртысы 2 типте болады: материктік және мұхиттық. Материктік жер қыртысы типінде шөгінді жыныс, гранитті және базальтті жер қыртысын көруге болады. Сіздер демек мұхиттық жер қыртысына қай бөліктер жататындығын табасыздар. Яғни бірінші тапсырма бойынша бағалау, көршіңізбен бір-біріңізді бағалау арқылы жұмыс жасайсыздар. Тау жыныстарының жіктелуі. Тау жыныстары магмалық, метаморфтық және шөгінді жыныстар арқылы жіктеле бастайды. Материктік жер қыртысы мен мұхиттық жер қыртысының қандай ерекшелігі бар? Демек, сіздер бұл тапсырманы 2-ші тапсырма арқылы орындайсыздар. Сіздерге суреттер берілген. Осы суреттер арқылы материктік жер қыртысы мен мұхиттық жер қыртысы ерекшеліктерін анықтаңыздар. Бағалауы 2 жұлдыз 1 тілек тәсілі арқылы бағалайсыздар. 3-ші тапсырмада сіздерге Вен диаграммасы беріліп отыр. Вен диаграммасында мұхиттық және материктік жер қыртысының айырмашылықтарын жазасыздар. Бұл жерде негізінен айырмашылықтарын және ұқсастықтарын жазуыңызға болады. Бағалауымыз 5 бармақ тәсілі арқылы бағалаймыз. Міне оқушылар, жер қыртысының немесе литосфера қабатының қалыптасуын осы бірнеше тапсырмалар арқылы бағалауларыңызға болады. Назарларыңызға рахмет.